шашлық сұмдықтары 1. Қазақ тарихында 1932-33 жылы зұлмат аштық болды. Сіз білесіз бе? Сол шашлықта босып келе жатқан халықтың ішіндегі аштан шегі әбден бұратылып, қалжырап, әрең жол жүріп келе жатқан адам шамал демалып алайыншы деп жерге отыра кетеді екен. Жарықтық сол отырғаннан қайтып мүлде тұра алмай қалады екен. Оны тұрғызуға басқалары мүлде ұмтылмайды. Оны тастап кете барады. Себебі оларда құр сүлдерін әрең көтеріп жүргенде. Араларында сәбиін көтеріп келе жатқан аналар болса, сәбиін көтеруге әлі келмей сол жерге тастап кеткен жағдайлар да болған. Ал жаңағы жерге отырып қалған адам аштан өліп, көмусіз қалады. Қазақ даласында талай боздақтың сүйегі осылай айдалада көмусіз қалып, шашылып қалды. Аштықта адам 6 күн бойы нәр татпаса, оның санасында адамгершілік деген ұғым жойыла бастайды. Өз қарнын тойдыру үшін небір сұмдық іс-әрекеттерге дейін барады. Мысалы, ең адал момын деген кісі адам тонап ұрлық жасайды. Талғажау ететін бірдеме тапса, оны туған бауырынан қызғанып, онымен бөліспейді. Аштық әбден қысқанда ата-анасы тіпті өзінің туған баласынан да бас тартқан жағдайлар өте көп болыпты. Жас баласын ашық тұрған зиратқа қалдырып, тіпті бесіктегі баланы сол күйі тастап, өздері қаңғып жүріп өлгендері қаншама. Ашаршылықта көшелерде өліп жатқандар тек қана қазақтар болған. Әй, мұнда адам өліп қалыпты деген ешкімде болмаған. Өзі шегі бұратылып әрең жүрген адам оған қайдан мән берсін? Сол кездегі әрбір қазақ баласы нан жегім келеді, нанға бір тойсам ғой дегенді айтумен өліп жатқан. Аштықта әбден ашыққан қорғансыз халық қандай нәрселерді жегенін білесіз бе? Айтсам сенбессіз. Адамдар сол кезде қарапайым жерде өсіп тұрған арам шөптен бастап кісі етін жеуге дейін барған. Шөп қайта бер жағы. Тереңірек тоқталайық. Тышқан, құрбақаны қолы жеткен адам ғана жеген. Бұлардың өзі өте аз, әрі ұстау үшін адамға күш қайрат керек. Аш адамдар базарлатып жүрген адамның есегінің қарнына пышақ тығып, ішек қарны шұбатылған есек құлағанда 20-25 адам құзғын қарғалар құсап жабылып, есектің етін шикідей жеген. Одан қала берді тасбақа, қарғаның балапанын, тіпті киіз, арқан, көңді пісіріп жеген. Ең сорақысы харам нәрсе саналатын иттің етін де жеген. Сол кезде жаужұмыр деген тамыр жемісті жабайы, картоп секілді өсімдік болыпты. Жаужұмырды отқа көміп жеуге болады. Бірақ шамадан тыс көп жесе адам ауру болып соңы өліммен аяқталады.